Баршаңызға сәлем. Бүгін біз тауық етінен заливной пирог дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: тауықтың төс еті, 3 жұмыртқа, ұн, сәбіз, пияз және майонез қажет болады. Ең алдымен видеодағыдай пиязымызды турап аламыз. Келесі сәбізді терканың үлкен көзінен өткізіп аламыз. Сковородкаға майымызды құйып, пиязымызды жұмсарғанша қуырамыз. Пиязымыз жұмсарғаннан кейін үстіне сәбіз саламыз. Тұз салып қуырамыз. Зажаркамызды, яғни сәбіз бен пиязымызды суытып қойып қоямыз. Енді тауықтың төс етін 4 бұрышты етіп майдалап тураймыз. Бұл пирогты 369 деп те атайды. Яғни бізге 3 жұмыртқа, 6 ас қасық майонез және 9 ас қасық ұн қажет болады. Енді вилканың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді формочкаға пергамент қағазын төсеп, тестоның жартысын құямыз. Вилкамен видеодағыдай жайып шығамыз. Вилкамен жайып болғаннан кейін зажаркамызды, яғни қуырылған сәбіз бен пиязымызды үстіне салып, вилкамен видеодағыдай жайып шығамыз. Келесі енді тауықтың етін салып шығамыз. Қалған тестамызды үстіне құйып, вилкамен жайып шығамыз. Үстіне күнжіт сеуіп, 180 градус ысып тұрған пеште 50-60 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, өте жұмсақ, дәмді. Келесі менің видеоларымды жіберіп алмау үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар.